Қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гаухар. Бүгін мен өзімнің Whoopie Pie тортының рецептісімен бөлісемін. Маған осындай весы қажет болады. 2 казахстанский шоколад, ұн, сары май, жұмыртқа, какао және қант қажет болады. Кейінірек ыдысымызға жұмыртқаның барлығын жарып аламыз. Оған қант салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Және де маған миксер қажет болады қазір. Жұмыртқаны миксерлейміз. Көпірік пайда болғанша, ағарғанша барлығын жақсылап миксерлейміз. Міне осындай сұйықтық пайда болады. Және бір кішкентай ыдысымызға сары майды саламыз. Және осы бір Қазақстан шоколадының барлығын түгелімен үгітіп осылай саламыз. Кейінірек ыдысымызға су құйып қайнатып аламыз алдын ала. Шоколадымызды соған салып, водяной баняда ерітеміз. Манағы миксерлеген жұмыртқаға шоколадымызды қоса отырып миксерлейміз. Барлығын жақсылап миксерлеп аламыз. Видеодағыдай осылай жасайсыздар. Мен шоколадты 2 бөлікке бөліп, жақсылап миксерлеп араластырып алдым. Міне осылай болды. Енді маған қазір весы қажет болады. Онымды мен алдын ала електен өткізіп алдым. Енді оған какао қосамын. Какаоны електен өткізіп аламын. 20 грамм какао қосамын. Міне 20 грамм болды менде. Какаодан кейін қопсытқыш қосамын, яғни разрыхлитель. 10 грамм қопсытқыш қосамын. Міне 10 грамм болды. Енді осы барлығын араластырып аламыз онымен. Және де жаңағы сұйықтығымызға кішкене бөліктерге бөлеп отырып миксерлейміз. Жақсылап тұрып барлығын миксерлеп аламыз. Алдымен миксерді қоспай жатып осылай араластырып алыңыздар. Себебі барлығы жандарына шашырауы мүмкін. Сондықтан ыңғайлы болу үшін алдымен осылай қасықпен немесе араластырып алыңыздар. Салғаннан кейін мінекей менің салмам дайын болды. Осындай қою болып шығады. Енді мен противеньға пергамент қағазын төсеймін. Мен әрдайым осындай поклан пергамент қағазын қолданамын. Өте күшті, сапасы да күшті, жабыспайды. Осындай пергамент қағазын алуыңызға кеңес беремін. Пергамент қағаздарымды мен кесіп алдым. 3 дана мен 3 корж пісіремін. Және де осындай 4 бүрішті коробканы қолданамын. Висайдың коробкасы. Енді сіздерде үйде қандай зат бар, 4 бүрішті сондай зат алсаңыздар болады. Мен бүгін 4 бүріш корж пісіремін. Енді негізінде дөңгелек корж пісіреміз. Әрдайым дөңгелек коржға тарелканың немесе қақпақты қолдануыңызға болады. Осылай ручкамен сызып алдым. Барлығын осылай етіп істеп алдым. Енді мінекей осылай қасықпен осы пергаменттің үстінен 3,5 қасықтай салып шығамын әр коржға. Және де барлығын біркелкі етіп жағып шығамын осы пергамент қағазының үстіне. Мен осындай арнайы тортты түзеуге арналған құрал пайдаланамын. Енді сізде үйде қандай құрал бар, сондай құралмен жақсаңыздар болады. Қасықпен де жағуға болады, ыңғайыңызға қарай. Біздің салмамыз өте жабысқақ болғандықтан пергамент қағазын бір шетін ұстап тұрып жағасыздар. Барлығын міне осылай етіп жағып шығамыз. Міне осылай болады. Енді 180 градуста пісіреміз. 7-8 минут өзін духовкаңызға қарай пісіресіздер. Міне мен корждарым пісті. Тексеріп аласыздар коржды дұрыс піскенін. Және де мен енді корждарым жандарын түзетемін. Осылай пышақты алып жандарын кесіп тастаймын. Және де қалған корждарды осы коржбен бірдей етіп түзетіп аламын. Видеодағыдай барлығын жасап аламын. Корждың жандарын жақтырмасаңыздар болады, бетіне сепсеңіздер болады. Немесе трайфлға да қолдансаңыздар болады. Міне осылай етіп мен барлығын тікелетіп алдым. Енді мен тортымның кремін дайындаймын. Маған осындай сливки қажет болады. Сливкеңіз міндетті түрде 34% болу керек. Менде свежее завтра деп аталады. Мен 200 грамм сливки қолданамын. Және де 80 граммдай қант ұнтағын қосамын, яғни сахарный пудра. Қант ұнтағы мен сливкемізді барлығын миксерлеп аламыз. Мінекей мен барлығын миксерлеп алдым. Енді сүзбелі ірімшік, яғни творожный сыр қосамын.
175 грамм сүзбелі ірімшік қосып барлығын жақсылап араластырамын. Миксерлегенде бізде осындай қою крем пайда болады. Және де менде осындай вупи пайдың насадкасы, оны мен кондитерлік мешокқа саламын. Одан кейін кондитерлік мешогымды осындай ыдысқа саламын, ыңғайлы болады. Сол кезде біздің кремімізді салу, кремнің барлығын мешокқа салып аламын. Міне барлығын салып алдым. Енді тортымызды жинаймыз. Жаңағы кондитерлік мешоктың осы басын, видеодағы көріп тұрған басын кесіп тастаймыз. Крем шығу үшін. Енді тортымызды жинаймыз, крем жағып шығамыз осы насадка арқылы. Тортымыздың жандарына осылай дөңгелек шариктар жасап шығамыз крем арқылы. Ал ортасына осындай шарик жасау міндетті емес. Ортасына кремді осылай видеодағыдай етіп жағып шығамын. Және қасықпен қазір мен тегістеймін. Міне осылай етіп тегістеп шығамын. Және барлық корждарды осылай етіп осындай тәсілмен жинаймыз. Мінекей мен тортымды жинап болдым. Осындай әдемі, өте керемет торт шықты. Енді мен водяной баняға манағыдай шоколадымды ертіп алдым. Шоколад пен сары майды ыссы суға салып ертіп алдым. Осы тортымыздың үстіне шоколадымызды құямыз және жандарына әдемі етіп патек жасаймыз. Осылай видеодағыдай қасықпен жасайсыздар. Мінекей достар, менің тортым дайын болуға қалды. Енді тортты өзіңіздің қалауыңызша әсемдейсіздер. Мен посыпкалар себемін кондитерлік, және де міндетті түрде дайын болған тортымызды тоңазытқышқа 1 түнге немесе 5-6 сағатқа қоямыз. Мінекей достар, мен тортымды 5 сағатқа тоңазытқышқа қойдым. Енді қазір кесіп дәмін көрейін деп жатырмын. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Сіздің тортыңыз бірден шығады. Өте керемет, өте жұмсақ болып шыққан. Міне дәмін көрейін деп жатырмын қазір. Дәмі енді өте дәмді, сөз жоқ, керемет болған. Міндетті түрде мен видеом ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.